Қайырлы күн. Қал жағдайларыңыз қалай? Демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Бүгінгі тақырып адамды бағдарлама басқарады. Бағдарлама дегеніміз не? Бағдарлама дегеніміз ол біздің санамызға жазылып қалған ақпарат. Мысалы, сіз өзіңізді, мысалы, iPhone деп ойлаңыз өзіңізді. iPhone болсаңыз, онда сіз iPhone-ға Telegram-ды жүктеп алсаңыз, Telegram-ша жұмыс жасайды. Instagram-ды жүктеп алсаңыз, приложениені, Instagram-да жұмыс жасайды. WhatsApp жүктеп алсаңыз, WhatsApp-ша жұмыс жасайды. Тап сол сияқты адамның санасы да телефон сияқты. Яғни қандай бағдарлама жүктелінген, сол бағдарлама арқылы жұмыс істейді. Адамның санасы бағдарламалар жиынтығы. Көптеген ойларымыз, әрекеттеріміз, тіпті эмоцияларымыз саналы түрде емес, бейсаналы бағдарламалар арқылы басқарылады. Бұл бағдарламалар балалық шақта ата-анадан, қоғамнан, мектептен, өмірлік тәжірибеден қалыптасады. Көптеген енді барлық адамның миы жасы 7-ге келгенше дейін қоғамның берген ақпаратын миына құйып алады. Егерде ата-ана сол адамның жасы 7-ге келгенше дейін ата-анасы балдарын қорқытқан болса, үркіткен болса, немесе ақша жоқ, қалауыңды алып жей алмайсың, шектеуші сенімдер берсе, немесе өзін бала еркін ұстауға рұқсат бермесе, болады ғой, бір тарқылдап күлсең, кішкентай кезіңде қоғам немесе ата-анаң айтады саған, олай күлуге болмай тарқылдап, сен өзің бола алмайсың деген сенімдер қалыптасып, баланың жасы 7-ге келгенше дейін. Сосын өскесін бала сол сезімдермен әрекет ете алады, немесе ете алмайды. Ұялшақ болады, қорқақ болады. Неге сіздер қорқақсыздар? Өйткені жасымыз 7-ге келгенше дейін қоғам, яғни ата-анамыз жақсы болсын деп қой, енді олар бұл өмірде жаман адам жоқ, кінәлі адам жоқ, бұл өмірде тек білімнің жетіспегеннен адамдар жақсы болсын деп өздерінің бар білгенін бізге үйретті ғой. Мысалы, кішкентай балдарыңызға айтасыздар, мүмкін сіздер қазір кішкентай балдарыңыз болса, келесі бөлмеге кетіп бара жатырса, ұйықтату керексіз ғой баланы. Сонда сіз айтасыз, бөгей келіп сені жеп қояды деп сіз өзіңіз балаңызды қорқытасыздар. Бала сосын өскенде қорқақ болып шығады. Өйткені сіз оны үркітіп, қорқытып, анау жеп қояды, мас алып кетеді, өліп қаласың, бүйтіп қаласың деп қатты қорқытқаннан бала қорқыныш сезімін біледі. Ал ақша туралы енді ақша жоқ деп балдарыңызды ұрсатын болсаңыздар, онда балдарыңыздың миында сол ақша жоқ деген сенім қалыптасады. Және де бала өсе келе ақша жоқ дегенді естіп алып, енді сенім қалыптасты ғой. Сенім қалыптасқаннан кейін ақша табу қиын, көп ақшаға тек байлар лайықты, қол жеткізу қиын, ақша табу қиын, ақша жетпейді, қазір ешкім кредитін төлей алмайды деген сенімдерді сіздер сондай сенімдер қалыптасады. Міне. Негізі сіздің қазіргі ойыңыз, өміріңіз, кешіріңіздер. Сіздің қазіргі өміріңіз, қаржылық мәселелеріңіз, не бар, не жоқ өміріңізде қазіргі сіздің жағдайыңыз, ол бұрынғы ойлаған ойлардың нәтижесі.
ақша сіздің санаңыздағы ойларыңыздың көрінісі. Егер ақша маған, ақша табу оңай, ол мол ғой, ол көп қой деген болсаңыз, онда сіз көп деген ақша табасыз, ондай сенім болса. Ақшасы бар адамдар, енді арамызда ақшасы бар адамдар бар ғой, көп қой. Олар ақша табу оңай, ақша көп, ақша оңай келеді деген, олар жеңіл қарайды ақшаға. Ақша деп естіген кезде қиын, ауыр, бір мүмкін емес сияқты сезінбейді олар. Көрдіңіз бе? Олардың миы ақша мол дегенге бағдарламаланған. Сондықтан олар қандай да ақша сомасын көрсе, ол оңай сияқты болып көрінеді. Табысты бизнесмендерге. Табысты бизнесмендер, олар ақшаға көзқарасын өзгертті. Яғни санасындағы барлық бағдарламалардың барлығын саналы түрде анықтап, қандай шектеуші ойлар бар екен, қандай шектеуші сенімдер бар екен, соның барлығын анықтап, солардан медитациялар арқылы шығарып, олардың барлығын. Сосын қазір ол адамдар табысқа жетіп отыр. Сіздер ойламаңыздар, кез келген адам енді табысты адамдар, олар өздігімен өздері табысты болып кетті деп. Жоқ, олар миларымен жұмыс жасады. Өйткені әр ой шындықты қалыптастырады ғой. Міне. Сосын мынандай сенімдер болады көп адамдарда. Мен онша ақылды емеспін. Сондықтан үлкен жетістікке жете алмаймын деген сенім бар ма арамызда? Кімде бар? Болса, қосу белгісін қоя кетіңіздер. Сізге ақша табу үшін ақылды болудың қажеті жоқ. Сіз бұл өмірге келдіңіз бе? Болды, бітті. Ақша таба аласыздар 100%. Өйткені Құдай сізді, ғалам, энергия бізді бұл өмірге шалқып өмір сүру үшін жіберді ғой. Тапшылықта өмір сүру үшін емес, шалқып өмір сүру үшін жіберді. Бұл біздің табиғи құқығымыз. Молшылықта өмір сүру. Ақшаны табу өте оп-оңай. Сізге ақылды, талантты, немесе бір керемет бір адам болудың қажеті жоқ. Кез келген адам ақша таба алады. Сондықтан осындай сенімдерді бірінші табуымыз керекпіз. Сосын күнделікті сіздер өздеріңізге қандай әңгіме айтасыздар? Соны байқауларыңыз керексіз. Саналы түрде өмір сүру деген сөз, ол сіз әр ойыңызды аңғару. Яғни қандай ой ойлап жатырсыздар? Мысалы, Каспи магазиніңіз бар. Сіз товарды сатардың алдында, шығарардың алдында сізде мынандай ой болуы мүмкін. Кім алады? Қазір конкуренттер көп. Қайдағы? Деген ой туындауы мүмкін. Ол ой, ол бағдарлама. Яғни сіз оны күнделікті жаттықтырып қойған бағдарламаларыңыз. Көрдіңіз бе? Сіз содан арылуыңыз керексіз. Стоп. Бәрі жақсы, бәрі мен қалғандай болады деп сіз өзіңіздің миыңыздағы, санаңыздағы бағдарламаны өзгертуіңіз керексіздер. Сонда ғана өмір өзгереді. Сонда ғана өмір сіз айтқандай болады. Сіз сұрағандай болады. Әйтпесе, жоқ, ешқандай ештеңе өзгермейді. Көрдіңіз бе? Өмірді өзгерту үшін, тағдырды өзгерту үшін сіз санаңыздағы бағдарламаны өзгертуіңіз керексіздер. Санадағы бағдарлама өзгермей, ештеңе өзгермейді. Өйткені сіз өзіңіздің өміріңіздің авторысыз. Сіз өзіңіздің өміріңіздің шеберісіз. Осы сенімсіз ойлармен сіз өзіңіздің болашағыңызды қалыптастырып отырсыз. Ертеңгі күніңізді қалыптастырып отырсыздар. Міне. Сосын мынандай сенім бар. Жас ұлғайған сайын денсаулық нашарлайды, немесе ақша табу қиын. Ол да сенім. Ол өтірік. Ол сіздің ескі бағдарламаңыз. Өйткені сіз оны басқа біреуден естідіңіз. Мүмкін мұғаліміңізден естідіңіз, мүмкін анаңыздан естідіңіз, мүмкін әпкеңізден естідіңіз осы сөзді. Сол сөзді сіз естіп алғаннан кейін сізде солай ойлайсыздар.
иә. Біздер бағдарлама қайдан келеді? Қоғамнан келеді ғой. Қонаққа барған кезде садақа болсын, қонақ болсын, кішігірім той болсын, енді жиналамыз ғой біздер Қазақстанда, иә, көп тума туысқандармен. Сонда әр адам өз мәселесін айтқанды сүйеді. Светтің бағасы көтеріліп кетіпті, көптеген адамдар қазір кредитін төлей алмай отыр, жағымсыз әңгімелерді айтады. Олар түсінбейді, ол бағдарламаларды тоқтату керек екен. Немесе дүние жүзінің болған жағымсыз жағдайды, мысалы Қазақстанда әр айда әйтеуір бірдеңе болып жатырады. Иә, бір өліп қалады, бір сәтсіздікке ұшырайды, самолет құлап қалады, тағы бір пәле, соларды айтып отырады. Түсінесіздер ме? Ол адамды ол айтылып отырса, сол адам сол жағымсыз әңгімелерді айтып отырса, онда ол адамның санасын сол жағымсыз әңгімелер басқарады дегенді білдіреді. Ол жаттығып алғанда солай. Соны айтып, соны айтқан жақсы көреді, соны жаттықтырып тастаған санасын. Мен тек сәтсіздіктерді, өкінішті болған нәрселерді, біреудің жаман ажырасқанын, біреудің банкротқа ұшырағанын айтқан жақсы көреді. Ол әдетке айналдырып тастаған. Көрдіңіз бе? Ал сіз оны солай біреу айтып жатырған кезде соны естіп аласыз да, саналы түрде емес, бейсаналы түрде ол сіздің миыңызға кіріп, сізде де үйіңізге барған кезде сізде соны ойлап отырсыз. Жетіспейді, ақша жоқ қазір. Үкімет дейтін жаман, немесе неше түрлі шектеуші сенімдерді айтып отырасыз. Ал шын мәнінде ол шектеуші сенімдер сіздің өміріңізге ешқандай қатысы жоқ та. Ол олардың мәселелері, ол олардың өмірлері, ол олардың тағдырлары. Сізге ешқандай қатысы жоқ оның. Сіздің өміріңіз бөлек негізі. Ал сіз сол ойды ойлап жүресіз. Бір күн ойлайсыз, 2 күн ойлайсыз, 3 күн ойлайсыз. Міне, сосын сіздің сол ойлар арқылы сіздің сеніміңіз қалыптасып бастайды. Қиын екен. Қазір товарым өтпей қалса не істеймін? Жұртта ақша жоқ, немесе қазір сезон дейді. Сезон деген не? Сезон деген ол сенім ғой. Жай ғана шектеуші ой. Сезон болса сауда болады, сезон болмаса сауда болмайды деп сіз нақты мына санаңызға соны енгізіп алғансыз да. Сезон емес қазір, сауда жоқ деп өзіңіз жұмысқа барасыз. Сосын сауда ешқандай болмайды, үйге қайтып келесіз. Сосын оны қайта айтасыз ғой. Сезон емес, сезон емес, сезон емес, сезон емес. Күнде айтатыныңыз бір сөз. Жоқ, келмей жатыр, ақша жоқ. Неге алмай жатыр? Міне, мертвый сезон дейді. Жоқ дейді. Неше жыл болды айтып жүргеніңізге. Мертвый сезон деген ол жоқ, ол өтірік ол. Өтірік. Ол шын емес, ол сіздің санаңыздың беріп отырған әңгімесі. Бейсаналы ақпарат сізді басқарып отыр қазір. Сіз соны саналы түрде аңғаруыңыз керексіз да. Оппа, болды. Енді айтпаймын ондай сөздерді. Өмір мен қалағандай болу керек. Өйткені біз шексіз боз ғой. Бұл өмірде шексіз мүмкіндіктер бар. Сіз сол шексіз мүмкіндіктерді өзіңіздің өмірлеріңізге шақыра аласыздар. Қалай? Айту арқылы күндегі айтатын шектеуші сенімдеріңізді тоқтатып, қандай өмірді қалайсыздар, соны айтып бастауларыңыз керексіздер. Затым сатылып кетті, тез сатылып кетті. Бүгін оны сатылым жасадым. Вау! Деп ойын ойнауыңыз керексіздер сіз күнде өзіңізбен. Санамызды қалай өзгертеміз, соны айтыңызшы дейді. Бірінші, нақты анықтаймыз. Қандай шектеуші ойлар сізді тоқтатып отырған. Жау сырттан келмейді. Ешкім сізді сырттан жолыңызды жауып тастамайды. Сіз өзіңіз шектеуші сенімдеріңізге сеніп алып, жолыңызды өзіңіз жауып отырсыз. Санаңыз арқылы. Сіз оны тіпті аңғармайсыз да, білмейсіз де. Көптеген адамдар бейсаналы түрде өмір сүреді. Бейсаналы деген неосознанно, автоматты түрде.
ұйқыдан тұрады, автоматты түрде тамағын ішеді, автоматты түрде жұмысқа барады, автоматты түрде қайтып келеді үйге. Тіпті не қойып не істегенін білмейді да. Көрдіңіз бе? Ал сіз аңғаруыңыз керексіз. Әр сәтіңізді, әр секундыңызды аңғарып отыруыңыз керексіздер. Мен не ойлап отырмын? Мен не сезініп отырмын? Мен не істеп отырмын? Міне, осыдан басталады. Ең бастысы мидағы сол бағдарламаларды танып, түсініп, сосын оларды тоқтатуымызға қажет. Сонда ғана сіз қалаған өмірді сүре аласыздар. Мұнда бір жан сұрақ қойыпты. Жалқаулықты қалай жеңуге болады дейді. Бірінші, жалқаулықтың себебін мен сіздерге айтайын. Жалқаулық бұл жай ғана ерік жігердің жетіспеуі емес. Ол терең психологиялық және нейробиологиялық факторлардың салдары. Бір, ми. Бізде ми бар, я? Ми негізі көп күш жұмсаудан қашады. Біздің миымыз көп күш жұмсаудан қашады. Сондықтан біздер тиімді жұмыс істеуге, біздің миымыз негізі тиімді жұмыс істеуге бейімделген. Егер де жұмыс шамадан тыс болып кетсе, ол қашады, жасағысы келмей қалады. Мидың бұл сондай характеристикасы. Егер тапсырма тез нәтиже бермесе, немесе қызық болмаса, ми оны орындағысы келмейді. Міне. Егер міндет тым күрделі немесе белгісіз болса, ми оны орындаудан қашады. Егер сіз бір іспен айналысуға эмоционалды тұрғыда қызығушылық танытпасаңыз, нақты неге, не үшін істеп жатырсыз бұл істі, нақты айтпасаңыз, онда ми оны кейінге қалдырғысы келеді. Мысалы, мен айтам ғой, таңертең ұйқыдан тұрған кезде мен 3 арманымды оқимын. Әр жаңа айда мен 3 арман жазамын. Сосын 3 жазған арманымдарымды және молшылық тегімді мен күнде таңертең ұйқыдан тұрған кезде, көзімді ашқан кезде және ұйықтар алдында, жатар алдында 3 арманымды оқып, мен сезінем. Сол өмірді сүріп жатырғандай елестетем. Неге? Өйткені бұл менің болашақ өмірім. Әр ой шындықты қалыптастырады ғой. Сондықтан мен нақты өзіме бағдарлама беруім керекпін да, ақпарат беруім керекпін. Қандай өмірді сүргім келеді, сол өмірді қазірдің өзінде сүріп жатырғандай сезіну керекпін. Сол өмірді сүру үшін. Бұл өмірде бәрі 2 рет болады ғой. Бірінші мида, содан соң шынайы өмірде. Сіздің миыңызға келмеген нәрсе сіздің өміріңізге келмейді. Болды. Бұл ғылыми дәлелденген факт. Окей? Сонда енді мен жаңадан келген авторларға айтам, мен ұстадым автордың курсына қатысқан жандарға айтам. Тағдыр хатымызды 3 арман жазамыз, сосын бір молшылық тегін толтырамыз, таңертең және кешкісін оқимыз, сезінеміз деп. Сонда 3 арман жазады, бір молшылық тегін толтырады. Енді басында сіз ми үйренбеген оған. Көрдіңіз бе? Ми артық күш жұмсайтын нәрселерді жасағысы келмейді. Миға тек қызықты нәрсе, кішкене тиімді кішкентай шаруа беру керек та, болды. Одан артық көп болып кетсе, ол жасағысы келмейді. Сосын жаңа нәрсе болса миға, ми одан қашады, жасағысы келмейді, қойшы деп кейінге қалдырады да. Көрдіңіз бе? Сондықтан тағдыр хатыңызды оқыған кезде, сіз бірінші оқыған кезде миыңыз айтады сізге: қайдағы шетелге жылына 4 рет сапар, қайдағы спа, қайдағы рестораннан күнде тамақ ішу деп сізге айтады. Сенбейді ғой ми, белгісіз ғой миға. Сосын сіз айтасыз нақты: ми, аузыңды жап, оқисың, тек сезін, болды. Өйткені біз
бұл өмірді алдағы уақытта сүретін боламыз. Бұл біздің болашақ өміріміз. Бұны мен қазір оқымасам, болашақта мен бұндай өмірге жете алмаймын. Өйткені бұл өмірде бәрі екі рет болады. Бірге жұмыс жасайық, бірге сен менің айтқанымды жаса, жай ғана болды. Басқа мен ештеңе сұрамаймын деп, бұл менің болашақ өмірім деп, сіз миыңызбен өзіңіз сөйлесуіңіз керексіз. Мына ой бар ғой күнде сөйлеп тұратын ішіңізде. Сол оймен сіз сөйлесуіңіз керексіз. Екеуміз келісім шартқа отырайық. Мен оқуым керекпін, өйткені бұл менің болашағым. Сен неге, қалай келеді, кім береді деп сұрай бермеш. Тек сезін болды. Деп сіз нақты миға осылай ақпарат берген кезде ми окей дейді. Окей, қабылдайын онда деп. Сіз тағдыр хатыңызды 30 күн оқуыңыз керексіз ғой, таңертең және кешкісін. Табанды түрде 30 күн, 31 күн емес, 29 күн емес, 30 күн оқисыз осылай, таңертең және кешкісін. Енді ми сеніңкіремейді, онда тұрған ештеңе жоқ. Келісімге отырдыңыз, мимен болашағы өміріңіз ғой деп сіз айттыңыз, ми келісті. Содан кейін барып 31 күні сіз жаңа 3 арман жазасыз, бір молшылық чегінде отырасыз. Соны 30 күн тағы да оқисыздар, таңертең және кешкісін. Оқыған кезде сіздер білесіздер ме? Егер де тағдыр хатыңызды тұрақты таңертең және кешкісін 30 күн сезіммен оқыған болсаңыздар, сол арман 3 айдың ішінде келеді. Көп күтпейсіздер. Сонда мына 31 күні жаңа 3 арман жазыңыздар ғой, бір молшылық чегінде отырдыңыз. Соны оқып жатырған кезде мына алдыңғы айда жазған армандарыңыз орындалып бастайды. Өміріңізге кәдімгідей көзіңіздің алдыңызға келіп бастайды. Көзіңіздің алдыңызға келген кезде сізде бір шок болады да. Вау, мен оқыдым осыны. Қазір тіпті ұмытып кетіппін ол туралы. Қазір сол менің өміріме келіп отыр деген сияқты. Түсінесіз бе? Көрдіңіз бе? Сіз миыңызды осылай жаттықтырасыздар. Әйтпесе ми қарсыласады. Жаңа нәрсені көрсе ми қойшы дейді. Жасағым келмейді ол. Мысалы емес, шындық, бұл мен йогаға жазылдым. Ең бірінші осыдан 4 жыл бұрын ба йогаға жазылған кезде мен білем йоганың, мен оқыдым ғой йога туралы. Денсаулыққа дейтін пайдасы өте зор йоганың. Сосын йогаға қатысқан кезде сіз енді толықтай осы шаққа қатысасыздар. Толықтай берілесіздер осы сәтке, бұл пайдасы өте көп йоганың. Құрметті аудиториям, егерде арамызда йогаға әлі бармай жүрген жандар болса, барыңыздар. Йога дейтін күшті. Мен қазір йога болмаса, тіпті денем соны сұрап отырады ғой, соған сондай дәрежеге жетіп отырмын қазір. Сонымен мен йогаға баруым керек деп мен йогаға жазылам. Күшті апайыма жазылам, Швейцариядан. Вау деп мен йога матымды арқалап йогаға барым. Апайдың артынан қайталау керек. Ішім пісті, миым қабылдамайды. Қойш, үйге барш, жата тұрш. Мына Netflix'іңді қос, мына сериалың бар еді ғой, соны қарашы деп қояды, маған миым айтады. Жоқ, ми, отырасың, бітіресің йоганы. Бірінші күн ғой бұл. Бастауың керексің сен. Мен сен тыңдамаймын, үйге бармаймын. Мен жасаймын осыны деп мен миыма айттым. Яғни нақты бағдар бердім. Бітіреміз осыны, болды. Шаршадың ба, өлмейсің, бітіресің деп мен өз-өзіме сонда миыммен сөйлесіп жүрмін ғой. Сөйтіп бір бардым. Екінші рет барайын дегенде мен барғым келген жоқ. Мен өзімді сөйлеп алып бардым ғой. Барамыз, жаттығамыз, ми, сен әлі жаттыған жоқсың, мен білем сені, бірақ бұл дейтін йога күшті ғой, біздің денсаулығымызға күшті ғой, жасымыз 90-ға келгенше дейін осылай тамаша өмір сүре аламыз ғой, денеміз шыныққан болады, жүре алатын боламыз, жасымыз 90-ға келгенше дейін мен жүретін болам ғой деп мен өзіме сөйлесіп, екінші рет сөйлеп алып бардым, үшінші рет, төртінші рет, бесінші рет, алтыншы рет сөйлеп алып бардым ғой денемді, сенесіздер ме? Сосын жетінші рет барған кезде мен апайыма айттым ғой, апай, мен сізді қатты жақсы көремін дедім ғой. Мен апайымды қатты жақсы көріп кеттім ғой. Миым үйренді. Ес дедім ғой, мен ес. Болды енді, жеңді мен өзімді деп. Осылай жеңесіздер өздеріңізді. Әйтпесе ми дейтін жалқау. Жалқау менің миымді, жалқаулықты қалай жеңем? Міне, жалқаулықты жеңу осы. Өйткені сіздер білесіздер мидің қалай жұмыс жасайтынын. Сосын миға сіздер көп жұмыс беріп қоймаңыздар.
біртіндеп беріңіздер де. Сосын мысалы мен медитация жазған кезде, мен медитация жазып, мысалы 3 сағат 4 сағат бір орында отырмаймын. 1 сағат медитация жазам, 10-15 минут үзіліс аламын, су ішем, сосын менің скакалкам бар, скакалкамен секірем, өйткені мен отыра берсем аяғым үйіп қалады ғой, қан жүрмейді, сосын менің аяғым ауырады да. Бұл әр адамда бар. Кейбір адамдар айтады, Әйгерім ханым, мен отырып медитация тыңдаған кезде неге аяғым үйіп қалады дейді. Бұл медитацияның әсері емес, бұл қан жүрмегеннен, денеде адам қан жүру керек қой. Отыра берсеңіз қан жүрмейді, қан жүрмегесін адамның аяғы үйіп қалады, кез келген адамның. Сондықтан бізге физикалық жаттығу керек та, қан айналысымы күшті болу үшін, метаболизм жақсы жұмыс жасау үшін. Міне. Солай мен әр 1 сағат сайын өзіме 10-15 минут перерыв берем. Үзіліс, секірем, жүрем, немесе суымды ішем, сосын далаға қарап алысқа қараймын. Өйткені мен бір экранда бүйтіп қарай берсем, менің зрением нашарлайды ғой. Білесіздер ғой, зрение адам не үшін нашарлайды? Сіз экранға бүйтіп жақыннан қарай бергеннен нашарлайды адам зрениесі. Адамның зрениесі де ол бұлшық ет сияқты, оны жаттықтыру керек. Біздер алысқа қарап үйренуіміз керекпіз да. Алысқа қарап бүйтіп әр сағат сайын білмеймін 5-2 минуттай алысқа қарап үйренуіміз керекпіз. Өйткені біз телефонға бүйтіп қарай бергеннен біздің зрениеміз нашарлайды. Адамның зрениесі содан нашарлайды. Ол жаттығуға байланысты, міне. Осылай миды осылай жаттықтырамыз. Сосын ми сый ақыны жақсы көреді. Біздің миымыз. Мен медитация жазар кезде, мысалы, бір медитация жазып бастадым ба, 1 сағат жаздым, 10-15 минуттай демалдым, сосын қайтадан жаздым. Сонда көрдіңіз бе, демалған кезде біз миымызды насильно заставлять етпейміз да, ауыр сезімін сездіртпейміз. Көрдіңіз бе, біз кішкене алаңдап алдық, сосын қайтадан отырамыз. Сосын мен медитацияны жазған кезде болады ғой, бір алаңдап кетесің. Телефонға қарап, тұтың деген, мен телефонда уведомлениенің бәрін өшіріп тастадым. Өшіріп тастаймын, тек телефонымды әр 1 сағат сайын, 2 сағат сайын тек тексеріп отырамын, болды. Сол кезде жауап беремін, басқа уақыттары мен шаруамды, ісімді аяқтаймын. Енді біздің миымыз сый ақыны жақсы көреді. Мен өзім айтамын, Әйгерім, сен мына медитацияны жаз, бітір, сосын мен саған кейін өзіңе өзіңді бір күшті ресторанға алып барамын деп. Осыны шаруаны бітіресің, сосын мен саған күшті бірдеңе алып берем. Кофе алып берем, немесе өзіңе күшті фруктыңды алып берем, немесе ресторанға алып барып өзіңе кешкі ас берем деп, біз өзімізге әрқашан сый ақы беруіміз керекпіз. Ми сый ақыны жақсы көреді. Көрдіңіз бе? Сіз бірдеңені жасағыңыз келмесе, жалқаулық басып тұрса, онда айтасыз, осыны бітір, мен саған күшті бірдеңе жасайын деп, өзіңізді алдап осылай жасайсыздар. Міне, жалқаулықты жеңу бұл мидың жұмысын өзгерту стратегиясы. Тапсырманы орындағаннан кейін өздеріңізді міндетті түрде марапаттауыңыз керексіздер. Молодец, жұмыс жасадың, мен сені мақтан тұтамын деп қоясыз ғой, өз-өзіңізге. Марапаттайсыз өзіңізді. Сіз өзіңізді қамшыламайсыз, өзіңізді тілмейсіз. Неге жасамадың, кінәлі сезініп, төменгі тербеліс желігіне түспейміз. Түсініңіздер ме? Марапаттаймыз өзімізді. Егер де өзіңізді бір кем санап атырсаңыздар, өздеріңізді бір жағымсыз сезініп қалсаңыздар, өзіңізді басқа адамдармен салыстырудан болады. Негізі адам өзін не үшін кем санайды, сіз салыстыру болып кетеді да. Салыстыру деген не? Салыстыру ол қуаныштың ұры ғой, қуаныш ұры. Қуанышыңыздан айырылып қаласыздар, салыстырсаңыздар. Сондықтан сіз басқа адаммен өзіңізді ешқашанда салыстырмаңыздар. Салыстырудың орнына өздеріңізді махаббатыңыздың нұрын жаудырыңыздар өздеріңізге. Өздеріңізді кем санап қойсаңыздар, мен лайықты емеспін, мен жасай алмаймын, немесе өзіңізді ұят сезімін, болады ғой, бірдеңе жасап аласыз да, содан ұят болып қалды ма деп өзіңізді тіліп, қамшылап, неге деп өзіңізді кінәлі сезінесіздер. Жоқ. Махаббатыңыздың нұрын шашасыздар өздеріңізге. Қайда махаббаттың нұрын шашасыздар?
бәрі жақсы, бәрі тамаша деп сіз өзіңізге жаңағы махаббатыңыздың нұрын шашып шаруаңызды жалғастыру керек. Міне. Сосын Мел Робинстың ұсынған 5 секунд ережесін айтып берейін сіздерге. Егер сіз қандай да бір әрекетке қарсылық сезінсеңіз, 5, 4, 3, 2, 1 дейсіздер де бірден іске кірісесіздер. Болды. Ойлап, талдап, кім не ойлап қалады, ұят болып қала ма, көршіден ұят болып қалмасын, мұрным қисық па, аяғым қисық па, құлағым бір түрлі болып тұр ма, бетімде прыщ бар ма деп ойлаудың қажеті жоқ. 4, 5, 3, 2, 1 дейсіз де басасыз алға. Болды. Қалай шықты, солай жасап, шығарып, көптеген адамдар Инстаграмға рилстер саламыз, стористер саламыз. Сол кезде осы техниканы қолданыңыздар. Осылайша сіз өздеріңізді жүйелі түрде тәртіп енгізіп, сіз адамдардың алдында сайрайтын боласыздар. Мен сияқты. Міне. Сосын қоршаған орта өте маңызды. Кейбір адамдар өздерінің әңгімелерімен сізді артқа тартады. Яғни тіпті айтатын әңгімелері, мысалы, сәтсіздік, біреудің сәтсізге ұшырағаны, немесе енді обида бар, реніш бар, өкпелері бар, адамдар көп қой, неше түрлі келіп айтқан кезде сіз деп енді қабылдайсыз адамды, бәрі жақсы болып кетсін деп қолдау көрсетіп жіберіңіздер де, мүмкіндігінше ондай адамдардан аулақ жүрген дұрыс. Яғни олардың әңгімелеріне кіріп кетіп, беріліп кетіп, біреуді ақтап кетіп, біреуді жақтап кетіпді тоқтату керек. Қараңыздар. Сіздердің жетістікке жетіспей отырғандарыңыз, білесіз бе? Ең басты не екен? Сіз басқа адамдарды өзгерткіңіз келіп жүргеннен, сіз өзіңізді өзгерткіңіз келмейді. Осы сөзді айтқан кезде маған кейбір адамдар айтты: "Мен Әйгерім ханым, мен ешкімді өзгерткім келмейді, мен өзім алысып жүрмін, неге өмірім өзгермей жатыр?" дейді. Қараңыздар. Бұндай кезде сіз бейсаналы түрде адамдарды өзгерткіңіз келіп жүр. Мүмкін саналы емес, айтпайсыз. Сен нағып жүрсің, бала тумай. Сен нағып жүрсің, күйеуге шықпай. Сен нағып жүрсің, қысқа шорты киіп алып. Сұмдық емес пе? Деп сіз басқа біреулерге айтатын болсаңыздар, сіз өзіңізді өзгерткіңіз келмегеннен басқа адамдарға ақыл айтасыздар. Деп айтатындар. Енді Ал ешкімге ақыл айтпайтын адамдар болса арамызда, онда сіз бейсаналы түрде, неосознанно, ойша айтасыздар адамдарға. Түсінесіздер ме? Ойша айтасыздар. Сіз мүмкін ауызша айтпайсыздар, нағып жүрсің деп, бірақ сіз ана адам дұрыс өмір сүрмей жатыр деп ойлайсыздар. Менің сыныптасым дұрыс өмір сүрмей жатыр. Менің сыныптасым бір бала туып алыпты. Неге 4 бала туып алмайды, жағдайлар бар емес па деген сізде ой болады да. Көрдіңіз бе, сіз ойша, бейсаналы түрде ол адамды өзгерткіңіз келіп жүр. Егер де сіз басқа біреу адамдар туралы ойлап, оларды өзгерткіңіз келіп жүрсе, онда сіз өзіңізді өзгерткіңіз келмегеннен сіз басқа адамдарды өзгертіп жүрсіз. Сол үшін сіздің өміріңіз өзгермей жатыр. Өйткені сіз басқа адамдарды ойша немесе ауызша өзгертем деп тырысып жүргендеріңізге неше жыл болды. Ананы түзеп, мынаны ақыл айтып, сұрамаса да ақыл айтып, кірісіп кетіп, ақталып кетіп, немесе беріліп кетіп, соған жақтап кетіп, мысалы, көптеген танымалды блогердің рилстердің астындарында, немесе посттардың астында адамдар бір-бірін қырылып отырады. Ұрыс керіс, айқай-шу болып отырады. Неге? Өйткені ол адамдар сол адамды өзгерткісі келіп отыр да, өздерін өзгерткісі келіп отырған жоқ. Сол адамдардың қалталарында көп тиын ақшалары жоқ, қарыз, кредиттері бар. Басқа адамдарға ақыл кеңес беріп отыр да. Сен бүйтіп өмір сүруің керексің, сен сөйтіп өмір сүруің керексің, бұл дұрыс емес деп. Көрдіңіз бе? Әдетте ондай адамдардың қалталарында көп тиын жоқ,
ақыл айтқысы келеді. Айта берсін. Олардың өмірлері өзгермейді. Өйткені олардың назарлары басқа адамды өзгертуде. Үкіметті өзгертуде, табысты блогерлерді өзгертуде, әншілерді өзгертуде, актерларды өзгертуде, актрисаларды өзгертуде. Түсінесіздер ме? Ондай адам ешқашанда өзгермейді. Өмір бойы жас 90-ға келгенше дейін сен дұрыс өмір сүрмей жатырсың деп комментарий қалдырады олар. Өзгергісі келетін адам ол үндемей, ешкімге айтпай өзгереді. Жеке даму деген сөз ол жеке саяхат, жеке сапар, жеке деп отыр ғой, жеке, топтық емес, жеке даму. Ол ішіңізде жүреді да. Сіз жеке даму кезінде сіз ешкімге айтпайсыз. Мен аффирмациялар тыңдап жатырмын, мен медитациялар тыңдап жатырмын. Сен медитация тыңдаған жоқсың, сол үшін сен күйеуіңмен ұрысып жүрсің, енеңмен ұрысып жүрсің. Сен жақсы ойла, позитив ойла деп айтып жүрген жандар болса, олардың да өмірлері өзгермейді. Өйткені олар басқа біреуді әлі де өзгерткісі келіп жүрді. Міне, шындық қайда жатыр. Сондықтан, құрметті аудитория, не істейміз? Басқа адамдарды өзгертеміз ба? Әлде өзімізді өзгертеміз ба? Сұрақтарыңызды оқып жіберейін мына жерде. Көптеген сұрақтар жинап қойған сияқты. Бұл менің айтып отырған қазіргі әңгімем бар ғой, иә. Мен ұстадым авторым курсының, білмеймін, 5% болар. Мен әр айтқан сайын бір 5% айтам, яғни 95% сіздер әлі білмейсіңдер не айтатынымды да курста. Бұл жай ғана тек бұл әңгіме. Бұның артында, мен айтқан қазір әңгіменің артында ғылыми дәлелденген факт жатыр. Қазір. Сол өмір ғой дейді, бар адамдарда ақша дейді. Құрметті аудитория, адамдарда ақша дейтін өте көп. Білесіздер ме? Мен Куала-Лумпурға барған кезде Луи Виттонның дүкеніне кірейін десем, Луи Виттонның есігінде 100 адам кезекте тұр. Мен 101-ші адам болып тұрдым. Түсінесіздер ме? Ақша деген адамда көп, өте көп ақша дейтін. Ақша дейтін шексіз. Ақшаның шегі жоқ. Және де бұл өмірде барлық адам кәсіпкер бола алады. Барлық адам қалаған ақшасын таба алады. Сіз тек нақты назарыңызды табысқа аударуыңыз керексіз да, басқа біреуді өзгертем демей. Сонда ғана ақша келеді сізге. Басқаша келмейді. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Менде де ауырады дейді аяқ. Аяқ дейтін не үшін ауырады? Қан айналмағасына ауырады. Сондықтан біздер физикалық жаттығу жасауымыз керекпіз, секіруіміз керекпіз, жүруіміз керекпіз. Сіздер 10.000 шақты күнде не үшін жасап жүрсіздер? Қан айналу үшін жасап жүрсіздер ғой. Адамның денесінде қан айналымы болу үшін. Сіздер отыра берсеңіздер, қан айналмайды ғой. Сосын кейбір жандар бар, мен су ішсем ісініп кетемін дейді. Адам су ішкеннен ісінбейді. Адам отырай бергеннен ісінеді.
адам бір орында самолетте ұшып көрдіңіздер ме? Мен 16 сағат 2016 жылы мен Кубаға ұшқанмын. Осыдан Куала-Лумпурдан Вьетнамға ұштым, Вьетнамнан Москваға ұштым. Сосын Москвадан Кубаға, Варадараға 16 сағат ұштық біздер. 16 сағат мен самолеттің ішінде отырдым. 16 сағат отырған кезде бар ғой, менді арасында тұрдым ғой, аяғымды әжетханаға барып келу үшін де, бірақ 16 сағаттан кейін тұрған кезде мен аяғым дейтін іспектей болып кетті ғой, бүйтіп. Мына бәшбәләрім дейтін, пончик болып кеткен. Қан айналмағаннан адамның аяғы ісінеді. Судан емес. Сондықтан адам суды 2 литр күнде ішу керек. Сіз суды ішкен кезде ол қанды тазартады су дейтін. Құрметті аудиториям, адам күнде 2 литр су ішу керек. Шай емес, су. Су адамның денесін гидраттайды. Яғни барлық керек нәрсе осы суда, яғни айналдырады да, қан айналымын және де тазалайды біздің қанымызды. Сондықтан су ішіңіздер. Міне, егерде жасыңыз 90-ға келгенше дейін жақсы өмір сүргіңіз келсе, деніңіз сау болсын десеңіздер. Көп адамдарда ауру неден пайда болады? Су ішпегеннен болады да. Көп адамдарда су ішпегеннен, жеткілікті физикалық жаттығу жасамағаннан, яғни қан айналмайды ғой. Көрдіңіз бе? Дұрыс тамақтанбағаннан, жеткілікті ұйықтамағаннан, сосын витамин, дәрумендер жетіспегеннен болады. Міне, ең басты нәрселер. Сіздің прямой эфиріңізге бірінші рет кірдім дейді. Күлайнаш ханым, қош келдіңіз. Көп рахмет келгеніңізге. Мен бүгін өзіме ұрысып дейді, бүгіннен бастап тамақ ішпейсің дегенмін. Ұмытып кетіппін. Тамақ есімді жисам, тамақ жеп отырмын дейді. Шынар ханым, тамақты адам энергия алу үшін жейді. Сіз тамақты ләззат үшін жемейсіз. Мен тамақты энергия алу үшін жеймін. Дұрыс тамақты мен ет, салатты мен жейм энергия алу үшін. Өйткені тамақ біз тамақты энергия алу үшін жейміз, ләззат алу үшін жемейміз. Міне сондықтан тамақты аздап жесеңіздер, артық салмақ болмайды. Сосын қант тұтынуды доғару керек. Қант деген ол таза у. Сіз қант жеген кезде торт жейсіз ба, чупа-чуп жейсіз ба, снекерс жейсіз ба, көптеген тағамдарда қазір қант қосады да, не үшін қосады? Сіз қайтадан жейсін деп. Өйткені қант аппетит ашады, қайта жегіздіреді ғой. Көрдіңіз бе тамақта? Сондықтан қантты тоқтату керек. Мүлдем тоқтату керек. Оның орнына жеміс-жидек жеңіздер. Жеміс-жидектің ішінде өзінің табиғи қанты бар. Банан жеңіздер. Бананда қант бар, табиғи қант. Мед, табиғи бал. 100% табиғи бал бар, соның ішінде табиғи өзінің қанты бар. Соларды жесеңіздер, кішкентай да жесеңіздер болады. Мен аффирмация бастағалы бір 10 күн өткенде басым айналып қызық болдым дейді. Сондай болуы мүмкін бе дейді. Сіздің басыңыз айналуыңыз ол аффирмация тыңдағаннан емес. Сіздің басыңыздың айналуы ол дұрыс тамақ жемегеннен, мүмкін тәттіні көп жеп қойған боларсыз, немесе жеткілікті су ішпеген боларсыз, физикалық жаттығу жасамаған боларсыз. Адам неге басы айналады? Неге адамның басы айналады, неге басы ауырады? Өйткені адам көп ойлағаннан да адамның басы айналады, басы ауырады. Көп ақпарат өте көп болады ғой, бірдеңені ойлай бересіз, сол кезде адамның басы ауырады. Сосын бас айналады. Бас айналу ол мүмкін жеген тамағыңызға байланысты. Роллтын жеген боларсыз. Роллтын мысалы роллтың ешқандай пайдасы жоқ. Содан кішкене жүрегіңіз көтеріліп, мүмкін майлы тамақ жеген боларсыз. Соған байланысты. Бұл аффирмацияға ешқандай қатысы жоқ.
көрші, туысқан, подруга, ешкімде шаруам жоқ дейді қазір Ғалия ханым. Шаруам жоқ деп 5 минуттан кейін анау не ботокс салып алған аузына деп ойлайтын боларсыз. Адамда білесіздер ме, шаруам жоқ дейді да, сосын 5 минуттан кейін басқа бірдеңелерді адамдарды түзеп отырады ғой, ойша да, анау бүйтіп айтқанда мен бүйтіп айтуым керек еді, мен сөйтіп айтқанда сөйтіп айтуым керек еді деп. Содан байқаңыздар, шаруам жоқ деп бір айтасыздар, содан кейін шын мәнінде ол сіздің шаруаңыз бар екен шынымен де. Соған да назар аудару керек, өйткені ақпараттар біздің миымызда бейсаналы болады ғой, неосознанно жасаймыз да оны. Программа жүріп жатыр, бірақ біздер оны аңғарып отырған жоқпыз. Міне. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жаяу жүрген жақсы ма дейді. Қандай да физикалық жаттығу жақсы. Секірген, жүрген, жүгірген, ол сізге байланысты. Яғни қандай физикалық жаттығуды жасағыңыз келеді, сіз қандай фигураны қалайсыз, соған байланысты да. Енді құрметті аудиториям, мен не айтайын сіздерге қазір? Мен сіздерге тағы да бір күшті бірдеңе айтайын, сонымен бұл сабақта не үйрендік? Шектеуші сенімдерден арылуымыз керекпіз, өйткені сол шектеуші сенімдер біздің өмірімізді, яғни біздің жолымызды жауып отыр. Өзіміз, мысалы, Инстаграмда рилс салған кезде, ай, менің затымды ешкім сатып алмайтын сияқты, кім сатып алады маған дейсіз да, салып жібересіз Инстаграмға рилсті. 3 лайк болады ғой сосын. Тума туысқаннан болды, басқа ешкімнен жоқ. Ұялғанына подружкаларыңыз ұят болмасын деп бір лайкты қояды, болды, сосын атпайды да, шықпайды да, аудитория жиналмайды да. Көрдіңіз бе? Сіз рилсті салған кезде де сіз ешкім көрмейді, әлі жоқ, назарыңыз жоқ, клиенттер жоқ, ақша жоқ, назарыңыз жоқта. Сіз назарыңызды барға қою керек. Тіпті жоқ болса да, ішіңізде өзіңізге айтасыз. Менің өмірім тамаша, бәрі мен қалағандай, мен сенімдімін өзіме, менің табарымды алады адамдар, деп өзіңізге аффирмация айтасыз ішіңізде. Жұртқа жария алмайсыздар. Мен бүгін 50 мың теңгеге сауда жасадым деп. Жоқ. Жеке даму, ол жеке процесс, іште жүретін жеке саяхат, жеке сапар. Көрдіңіз бе? Сізге ешкімге ақтаудың қажеті жоқ. Ішіңізде болатын нәрсе бұлардың барлығы. Көрдіңіз бе? Қалай өзіңізді сезінесіз, аңғарып жатырсыз ғой енді. Мына бағдарламаларды табу керек қой. Арамызда жалғыз қалып қоям дейтін сенім бар ма сіздерде? Қорқыныш бар ма? Мен жалғыз қалып қоям. Бұл өмірде мен жалғыз қалып қоям, жалғыз өлем деген. Жалғыздықтан қорқам деген адамдар бар ма арамызда? Жалғыздықтан қорқудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені бізге қоғам жалғыз болу ол жаман деп үйретіп қойған. Я? Немесе жалғыз жүре алмайсың. Достарың өте көп болу керек. Тіпті шетелге саяхатқа шыққан кезде де сен жалғыз шыға алмайсың. Ол жалғыз нағып жүр, ол жалғыз өзі деп айтады ғой адамдар, көрдіңіз бе? Сол бағдарлама сізде жазылып қалған. Мен жалғыз өмір сүре алмаймын деген. Жалғыз өмір сүру ол жаман емес. Достардың аз болуы жаман емес. Жалғыз саяхаттау жаман емес. Сіздің жан досыңыз білесіз бе кім екен? Ең сүйікті жан досыңыз кім? Сіз өзіңізсіз өзіңізге. Адамдар неге жалғыздықтан қорқады? Адамдарды шақырып, қонақтарды шақырып, қайта-қайта. Неге қорқады? Өйткені олар өздерінің санадағы ойларынан қорқады. Шектеуші ойларынан қорқады. Адам жалғыз қалған кезде неше түрлі жаман ойлар келеді.
бүйтіп қаласың ба, жаман болып қала ма, бүйтіп қаласың ба, сәтсіздікке ұшырап қаласың ба деп сол ойларды ойламау үшін адам қонақ шақырады, көптеген мына адамдардың арасында жүргісі келеді, жалғыз әйтеуір бір жалғыз қалмау үшін. Міне мәселе қайда жатыр. Сіздерге мына санадағы ойларды тоқтату керек. Мысалы, сіз жалғыз жүргіңіз келмейді. Неге? Өйткені сіз өзіңіздің миыңыздағы шектеуші сенімдерден, ойлардан қорыққаннан сіз жалғыз жүргіңіз келмейді. Ал шектеуші сенімдер олар тек қана ойлар ғой. Олар сіз емессіз ғой. Сіз санасыз ғой. Сіз ойды таңдауыңыз керексіз. Әйтпесе, мына негативті ойлар сізді таңдап, сізді құл қылады. Көрдіңіз бе? Сіз өзіңіздің негатив ойларыңызға құл болып жүрсіздер. Құл. Қолыңнан келмейді дейді. Шектеуші ой. Қайдағы дейді. Кім береді саған? Қайдағы саяхат? Қайдағы жылына 4 шетелге сапар? Қайдағы бай күйеу саған? Дейді. Сіз соған сеніп қаласыз да, ой қойып тұрған, сіз емессіз, ой қойып тұрған. Ой, сен шын айтасың деп, сіз соған сеніп қаласыз да, сосын, ой, маған дос керек, срочно мен басқа адамдармен кездесуім керек, қонақ шақыруым керек, әйтпесе мына ой жеп баратыр мені. Көрдіңіз бе? Құрметті аудиториям, сізге өзіңізбен достасуды үйренуіңіз керексіз. Сіздің жан досыңыз ол өзіңізсіз. Өзіңіз. Менің жан досым мен өзіме. Бірінші. Екінші, менің жолдасым, менің жан досым ол жолдасым. Бірінші жан досым мен өзіммін. Егерде мен жалғыз саяхатқа шыққым келсе, мен билет сатып аламын да, чемодан жинаймын да, өзім саяхатқа шыға саламын. Кез келген жерге. Қорықпаймын. Маған тіпті серіктес керек емес, дос та керек емес. Өзім шыға аламын. Өйткені мен өзім жалғыз қалған кезде өзімнен ләззат ала аламын. Үйрендім мен оны. 2014 жылы есімде, мен ол кезде мен Куала-Лумпурда оқып жатырмын. Ол кезде психологиялық сабақтарды енді жаңа біліп жатырмын ғой, енді әр адам өз тағдырының авторы екен. Бірақ менде терең білім болған жоқ, иә. Сонда 2014 жылы мен Балиға барғым келді. Қатты Балиға баруды аңсадым. 2013 жылдан бастап Бали деп. Сосын мен ойлаймын да, Балиға мен жалғыз өзім бара алмаймын. Маған подружка керек қасыма. Мен қалай барамын жалғыз өзім деп ойлайтын болдым. Сөйтіп мен қасыма дос қызды тауып, сөйтіп мен 2014 жылы ең алғашқы рет Балиға барамын ғой. Сөйтіп, барып келдім. Сосын 2016 жылдың аяғында мен мына үлкен психологиялық сабақты алған кезде мен түсіндім. Мен Балиға өзімде де бара аламын екен. Маған ешкім қасыма керек те емес екен. Мен өзіме дос болуым керекпін да. Вау, дедім ол мен. Вау. Көптеген, көрдіңіз бе? Түсініксіз болды да маған олардың барлығы. Білмедім мен олардың барлығын. Ал қазір мен өзіме доспын. Мен өзімді сыйлаймын, мен өзімді құрметтеймін, мен өзімді бағалаймын, мен өзімнің уақытымды бағалаймын. Мен өзімді жақсы көремін. Өйткені ақша өзіңді сүйгенде келеді ғой. Өзіңді сүймесең ақша келмейді. Ақша энергиясы сізге өзіңді сүюді үйретіп жатыр. Сүйші өзіңді, құртшы өзіңе ақшаңды. Аямашы өзіңнен. Тамақ ал сатып ал, дұрыс тамақтан, дұрыс су сатып ал, дұрыс спортзалға бар, йогаға бар, спаға бар, салонға бар. Әдемі көрін, киіміңді ал. Өзіңді сүйші деп отыр. Өзіңе инвестиция жасашы деп отыр ақша сізге. Сонда мен саған еселеп қайтам дейді. Көрдіңіз бе? Ал сіздер өзіңізге ақша құртуға қорқасыздар. Бітіп қалады деп ойлайсыздар. Тіпті кафеге барған кезде менюдің бағасын қарап отырасыздар. Қайсы арзан, соны ала отырасыздар. Картошка фри жеп отырасыздар ғой. Сосын және оны балдарыңызға бересіз, картошка фри. Картошка фридің ешқандай несі жоқ қой. Денсаулыққа жақсы емес қой ол. Картошка фри ол не? Қуырылған май картошка. Оның ешқандай пайдасы жоқ, және оны балдарыңызға бересіздер. Балдарға ет беру керек, салат беру керек, фрукты беру керек. Өзіңізге де ет беруіңіз керексіз. Тауықтың еті, протеин, белок, жаңағы салат.
денеңіз қажетті нәрсені беруіңіз керексіз да. Иә, сөйтіп ресторанға барып ақша санап отырасыздар. Өзіңізге тіпті денсаулығыңызға инвестиция жасай алмайсыз ғой. Неге? Өйткені қорқыныш бар сізде. Ақша бітіп қалады деген. Ал қорқыныш қайдан келді? Ескі бағдарлама, кішкентай кезіңізде ата-анаңыз айтты. Ақша табу қиын, қайдағы ақша жоқ деп ата-анаңыз ақылаған болар сізге, ұрысқан болар. Ақша жоқ, сұрама деп. Біздер өмір сүрдік қой ақшасыз, сен де өмір сүресің деп. Ата-ана кінәлі емес, ата-ана жаман емес. Ата-ана оны білмеді. Сіз қазір білмегендей, оларды да білмеді. Міне. Сонымен, менің жан досым, ол мен өзім. Содан кейін менің жолдасым. Менің жолдасым, күйеуім, менің жандай досым. Екеуміз ойнаймыз күнде. Арқылдап, бір-біріміздің артында қуып, перденің артына тығылып, ойнаймыз екеуміз. Адам ойнау керек. Өмірде бәрін біздер серьезный қылып, серьезный жүруіміз керекпіз, серьезный қарауымыз керекпіз, серьезный болуымыз керекпіз, да? Жоқ. Құдай бізді бұл өмірге әр сәтіңнен ләззат алшы, айналайын деп жіберді. Ойнашы деп. Күлші, қуаншы, мәз болшы деп. Ал ренжуді қайдан білесіздер? Өкпелеуді қайдан білесіздер? Ашулануды қайдан білесіздер сіздер? Өйткені оны кішкентай кезімізде бізге ата-анамыз үйретіп қойды, миымызға құйып қойды. Сен ренжуің керексің, немесе ата-анаңыз сізге ренжіп қалды. Соны көресіз да, сосын сізде де адамдарға ренжу керек екеніңізді білесіз. Міне, менде де ренжуім керек екенмін ғой деп, сосын сіз адамдарға ренжіп бастайсыздар. Ата-анаға ренжіп, ашуланып, өкпелеп, ренжіп жүрген арамызда қанша адам бар? Реніш, өкпе басып кеткен, тіпті мына ауырдың жүктің бәрін арқалап жүрсіз, тіпті бір күле алмайсыз да, бір күнде. Күлсеңіз, бір клоунсың ба деп айтатын сияқты бір сондай бір сенім қалыптасып қалған. Сіз күлген кезде денеңізде бақыт гормоны шығады. Бақыт гормоны сізге күнделікті керек. Сол үшін сіз жымиып жүруіңіз керексіз әрқашан. Енді қатты күліп емес, сәл нәрсеге күліп емес, жымиып. Кішкене жымиыс болу керек адамның бетінде. Сіз жымиған кезде сіздің денеңізде бақыт гормоны шығады. Бұл бақыт гормоны сіздің денеңізге күнделікті керек гормон. Міне. Қонақ шақырған жаман емес, тек ретсіз шақыра берген дұрыс емес дейді. Күлмараш ханым, бөліскеніңізге көп рахмет. Мен қонақ шақырған жаман деп айтып отырған жоқпын бұл жерде, иә? Құрметті аудиториям, сіздер мені дұрыс түсінбей қалмаңыздар. Қонақ шақырған ол жаман емес. Иә, енді қараңыздар. Мен бұл жерде сіздерге анау жақсы, мынау жаман деп айта алмаймын да. Оны сіз өзіңіз білесіз. Шақырасыз ба, күнде шақырасыз ба, ретсіз шақырасыз ба, ретпен шақырасыз ба, оны өзіңізге қарайсыздар. Әр адамның қалауы бөлек, және де әр адамда таңдау бар. Біздің өмірімізге әр адамға таңдау беріп қойды. Сізде таңдау бар. Қалай шақырыңыз келеді, солай шақырсаңыз сол дұрыс болады. Егер де ретсіз деп шақырған дұрыс емес деп ойласаңыз, ол сізге дұрыс емес болады. Басқа адамдарға ретсіз ол жақсы болар. Түсініңіз бе? Ол сіздің қалауыңызға байланысты. Таңдау, әр адамда таңдау бар ғой. Сондықтан мен анау жақсы, мынау жаман, бүйтпеңіздер, сөйтпеңіздер деп мына жерде мен сіздерге айтып отырған жоқпын. Мен сіздерге айтатыным, бірінші өздеріңізбен дос болыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызбен дос болыңыздар. Жеке даму, мына ішіңізде ойыңызда қандай әңгімелер жүр, мына шектеуші ойлардан арылыңыздар деп отырмын сіздерге. Иә? Міне, жалқаулықты қалай жеңуге болады? Өзіңізді марапаттау арқылы. Өйткені біздер өзімізді жақсы көріп, айтып отырмын ғой, ақша энергиясы бізге өзімізді сүюді үйретіп жатыр деп та. Өзіңізді сүюді үйреткім келеді мен сіздерге. Өзіңізді ұмытып кетпеңіздер. Адамдар өзін емес, басқа адамдарды бірінші орынға қойып кетеді да, өздерін ұмытып кетеді.
өздеріңіз ұмытып кетсеңіздер, ақша келмей қалады. Неге келмей қалады? Өйткені өзіңізді ұмытып кеттіңіздер. Ақша энергиясы саған өзіңді сүй дейді ғой, басқа біреуді сүй демейді, өзіңді сүй дейді айналайын. Көрдіңіз бе? Сондықтан адамдар қалаған өмірлерін сүре алмай жатыр. Қалаған табыстарына жете алмай жатыр. Міне. Әйгерім ханым, білесіз бе дейді, ұлым айтады, ата анадан айырылып қалудан, жалғыз қалудан қорқады екен дейді. Енді өмір дейтін енді сондай нәрсе ғой. Бұл шындық. Оның қорқатын ештеңесі жоқ, тек әр сәтіңізді ата-анаңызбен бағалаңыздар. Болды. Бұл өмір. Біздер бұл өмірде уақытша келдік қой бұл өмірге. Біздер жанбыздар ғой, жанбыз ғой. Уақытша келдік бұл өмірге біздер. Біздер кетеміз бұл өмірден, бәріміз кетеміз. Өмір бақи қалатын адам жоқ. Сондықтан соны біле тұра, оны қорқып отырудың қажет жоқ. Жай ғана әр сәтіңізді ата-анаңызбен өткізген сәтіңізді бағалап бастаңыздар. Болды. Назарыңызды көрдіңіз бе? Қорқуға емес, назарыңызды бағалауға. Мен бүгін қандай жақсы нәрсе жасай аламын. Өзіме бірінші, сосын ыстық ұяма деген сұрақ қою арқылы жасаңыздар. Назарларыңызды жақсы нәрсеге қойыңыздар. Әйтпесе енді назарларыңыз шашырап қалады да, керек емес дүниеге. Жаным сол. Әйгерім, вы самая лучшая дейді. Жаным сол. Мы самые лучшие. Мы. Окей? Бәріміз кереметпіз. Бәріміз тамашамыз. Бәріміз сұлумыз. Бәріміз күштіміз. Бәріміз лайықтымыз. Бәріміз айына 2 рет спаға баруға лайықтымыз. Бәріміз күнде рестораннан тамақ ішуге лайықтымыз. Бәріміз шалқып өмір сүруге, жылына 4 рет шетелге сапарға шығуға лайықтымыз. Рахмет. Оқасы жоқ. Рахмет, Алла разы болсын дейді. Алла сізге де разы болсын. Көп рахмет келгендеріңізге, тыңдап отырғандарыңызға. Өмір деген күшті ғой. Ай, тек біліп алсаңыздар, ай. Дейсіздер ғой. Қандай, мен не істеп жүрмін, мен осы күнге дейін мен неге олай ойлап жүрмін деп. Өмірдің мәнін білсеңіздер, тәтті екенін білсеңіздер. Күшті өмір. Өмір сіз қалағандай болады. Сіз қаламайсыз ба, қаламаған жағдай немесе нәрсе жоқ болып кетеді. Мейірімді түрде. Білесіздер ме? Ғалам сіздің игілігіңізге жұмыс жасайды. Тіпті мына алдыңғы тікелей эфирді көрдіңіздер ме? Эльмира ханым айтады ғой, мен қаламайтын адамдарым келмей жатыр деп. Көрдіңіз бе? Қаламайтын адам сіздің өміріңізден мейірімді түрде жоғалып кетеді. Жай ғана сіз сезінесіз соны. Болды. Міне. Енді сонымен санадағы шектеуші сенімдерден арылуымыз керекпіз. Өйткені сол санадағы шектеуші сенімдер бізді алға жылжытпай тұр. Қазір адамдарда ақша жоқ, товарым өтпейтін сияқты деген сенімдер сізге алға шабыттанған әрекет жасатқызбай тұр. Көрдіңіз бе? Сіздер шабыттанған әрекет жасау үшін бірінші сіз өзіңізге сеніп алуыңыз керексіз. Яғни сезінуіңіз керексіз да? Менің товарым өтеді, мен қапшықтап ақшаны таба аламын, қапшықтап. Мен лайықтымын, мен кереметпін дейсіз да, сол таңертең махаббатыңыздың нұрын шашасыздар. Махаббатым қайдасың, нұрын шаша ғой деп
деп махаббатыңыздың нұрына шашып тойып аласыз да, сосын алға басасыздар. Қандай шаруалар бар, қандай істер бар, солардың барлығын жасап бітіріп, егер де жалқаулық басып жатырса, онда 5, 4, 3, 2, 1 дейсіздер да, орныңыздан тұрып бастап кетесіздер, болды. Сосын нәтиже алдыңызда келіп тұрады. Қалаған табысты да келіп тұрады. Міне сіздерге осындай керемет біліммен бөлістім. Енді менің уақытым жоқ дейтін адамдар бар ма арамызда? Менің уақытым жоқ, уақыт жоқ дейтін. Сіздер білесіздер ме, менің уақытым жоқ деп айтқан кезде энергия, ғалам немесе Құдай, сіздің өміріңізге неше түрлі сәтсіздіктерді жібереді. Яғни автобус уақытында келмей қалады, такси уақытында келмей қалады, самолет уақытында ұшпай қалады. Менің уақытым жоқ деген кезде балаңыз ауырып қалады, немесе бір сәтсіздікке ұшырайсыз, әйтеуір уақытыңыз жоқ болып қалады. Сондықтан менің уақытым жоқ деген сөзді сөз тіркестеріңізден алып тастаңыздар. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде менің уақытым бар, менің уақытым жеткілікті деп өзіңізге күнделікті айтатын әңгімеңізді өзгертулеріңіз керексіздер. Көрдіңіздер ме? Саналы түрде соның бәрін аңғаруыңыз керек. Күнде өздеріңіз не айтасыздар. Көп адамдар Қазақстанда тез дейді. Білесіз бе? Мен енді 2011 жыл Малайзияға оқуға келген кезде, енді Құлсарыдан келдім ғой, енді мен Куала-Лумпурға келдім. Сөйтіп мен тез үйреніп қаламын ғой. Үйдің үлкенімін мен. Менен кейін менен кіші 3 жыл кіші менен сіңілім бар. Сосын менен кіші 11 жас кіші інім бар. Үйдің үлкені болғасын, ата анам бар үйде, сосын ата әжем бар. Әкемнің мамасы мен папасы бар. Бәріміз бірге тұрдық қой. Сол кезде біздер енді үйдің үлкені болғасын, маған дейтін тез әйгерім, тез ыдысты жу, тез полды таза жу, сыпыр, су тасы, інім бар ғой, соны бақ деп, енді тез деп айтып үйреніп қалғасын, менің миым соған тезге үйреніп қалған ғой. Көрдіңіз бе? Бағдарламаланып қалған. Сөйтіп мен Малайзияға келем. Малайзияға келіп, мектепке барып жатырмын. Тез жүремін ғой, бүйтіп сабаққа барып отырамын бүйтіп. Апайдың алдында. Адамдар бар ғой, Малайзияда дейтін. Асықпай жүреді. Асықпай сөйлейді. Нервыма тиетін еді. Неге мыналар асықпайды? Тіпті мына жолдан өтіп бара жатырған кезде адамдар көп қой өтетін. Мен тез өтем. Адамдар асықпай жүреді деп. Неге асықпай жүреді? Неге тез жүрмейді деп мен ойланып қарасам, адамдар Малайзияда терлеп кетпеу үшін асықпай сөйлейді екен, асықпай жүреді екен. Сенесіздер ме? Терлеп кетпеу үшін. Ал бізде Қазақстанда біздер тоңып қалмау үшін тез сөйлейміз, тез жүреміз ғой. Әйтпесе өліп қаласың ғой суықта. Міне таң қалғаным. Терлеп кетпеу үшін. Сосын түсіндім. Менде де асығып жүргенде терлеп бастадым ғой менде. Дедім ғой, сосын менде де асықпай жүрем. Асықпай сөйлейм. Қызық сондай жағдай болған. Сөйтіп мен үйрендім. Енді қараңыздар. Мен бұл жерде не үшін айтып отырмын? Өйткені сіз тез деген кезде энергияға қарсы шығасыздар. Энергия қарсылықты, яғни тез деген сөзді, қысымды жақтыртпайды. Тез десеңіздер, қараңыздар, егер сіздер асықпай тамақ пісірсеңіздер, тамақ дәмді және тез піседі. Егер асықпай жобаңызды, кәсібіңізді бастасаңыздар, жоба тез бітеді. Егер асықпай жүрсеңіздер, сіздер тез жетесіздер. Көрдіңіз бе? Сондықтан, егер армандарыңыз орындалсын десеңіздер,
асықпаңыздар. Менің уақытым бар, менің уақытым көп. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде содан бастап тез демей, уақыт жоқ демей, менде уақыт бар, мен бүгін жеткілікті жұмысымды бітіре алам, жасай алам, бәрін істей алам, менің қолымнан келеді деп өзіңізге жаңа бағдарлама беріңіздер. Осылайша сіздер үйренесіздер. Асықпай сөйлеуді, асықпай жүруді, энергияға қарсы шықпауды үйренесіздер. Уақыт жоқ деп, мына Минус тағдырым авторының курсына келеді ғой. Барлығы айтады ғой. Уақыт жоқ, Айгерім ханым, уақыт жоқ, тез деп. Асықсаңдар, неге асығуға болмайды? Асыққан шайтан ісі деп бекер айтпаған, Асықсаңдар, сендер қате жібересіздер. Құлап қаласыздар, аяғыңыз соғып аласыздар, кошелегіңізді ұмытып кетесіздер, алдыңызда тұрған нәрсені көрмей қаласыздар асықсаңыздар. Түсінесіздер ме? Сондықтан асықпау керек. Асықпай, нақты осы сәтке қатысып, толықтай алдыңызда не бар, соны аңғару керек та сіздерге. Міне. Құрметті аудитория, мен сіздерге қазір сұрақ қоям. Қаншалықты көп еңбек етсеңіз де, ақша әлі келмей жатырғандай сезінесіздер ме? Жоқ, жаза кетіңіздер. Неге кейбір адамдар ақшаны тез тартады, ал сіз әлі жүрсіз, ақша таба алмай? Арамызда көптеген кәсіпкерлер отыр қазір. Қанша да еңбек етсе де, рекламаға, инстаграмға реклама берсе де, қанша еңбек етіп жатырсыздар, әлі қалаған табысыңыз жоқ. Неге? Өйткені сізді ішкі бағдарламалар басқарады. Сенімдер. Сіздің сенімдеріңіз сізге алға жылжуға мүмкіндік бермей отыр. Қалаған табыс, ақша неге келмей тұр? Өйткені сізде шектеуші блоктарыңыз көп, сенімдеріңіз. Сол сізге қалаған табысты бермей отыр. Ол бағдарлама. Миыңызға жазылып қалған бағдарлама. Жаңа айттым ғой, адам егерде, мысалға, адам iPhone деп ойласаңыздар, iPhoneға Telegram программасын жүктесеңіздер, Telegram жұмыс жасайды. Мысалы, Каспи приложениесін телефоныңызға қойып алсаңыздар, Каспи приложениесі жұмыс жасайды ғой. Көрдіңіз бе? Ал Каспи приложениесін алып тастаңыздар телефондарыңыздан, онда сізде ақша түсіру мүмкіндігі жоқ. Солай емес пе? Тап сол сияқты, адам телефон сияқты. Сіздер миыңызға бағдарламаны құйып алуыңыз керексіздер. Ақша көп, жеткілікті деген. Сонда ғана сіздің жолыңыз ашылады. Әйтпесе, сіз мына бағдарламаны өзгертпей, тіпті келесі 5 жыл болсын, 10 жыл, 20 жыл, сіз дәл осы күйде қаласыздар. Бағдарламаны өзгертпей. Қазір сіздер тікелей эфирде отырсыздар ғой. Қазір миыңыздағы бағдарламаны өзгертпесеңіздер, келесі мысалы бір айдан кейін мен тікелей эфирге шыққан кезде сізде сол бағдарлама әлі болады. Сіз бағдарламаны өзгертпей, сіздің өміріңіз өзгермейді. Күтудің қажеті жоқ. Сіз күтіп жүрген кезде мен бастайым, әрі бастайым, міне бастайым, ане бастайым деп жүрген адамдар болса арамызда, басқалар әрекет етіп, өз өмірін өзгертіп жатыр.
Міне, ең бастысы мына мидағы бағдарламаны жоқ қылып жіберу. Айфоныңыздан, телефоныңыздан мына керек емес приложениялар бар ғой, солардың барлығын өшіріп тастауыңыз керек. Сосын тек қана мына Каспиді қойды приложениені скачать етесіз, болды. Оп-оңай негізі. Сол бағдарлама, миыңыздағы шектеуші сенімдер сіздің жолыңызды жауып отыр қазір. Мына қазіргі сіздің өміріңіз, дәл бүгінгі өміріңіз сіздің бұрынғы сезінген ойларыңыздың нәтижесі. Сіздің бүгінгі күніңіз бұрын сіздің ойыңыз болған. Ақша жоқ па? Онда ол сіздің ойыңыз болды. Бұрын. Ақша маған келмейді. Ақша жоқ, ақша табылмаймын, қиын деген ой болды. Сосын бүгін сіз сол ақша жоқ әлі отырсыздар. Сөйтіп 60-қа келдік қой дейді. Түсінемін сіздерді. Бағдарламаны өзгертпей, ештеңе өзгермейді. Енді 16 ақпан күні 12:30-да мен өз тағдырымның авторымын курсы басталады. 22 күндік медитация курсы, ішінде 24 медитация беріледі. Бір күнде бір медитация жіберіп тұрам. Сабақ Zoom платформасында өтеді, яғни Zoom-ды скачать ету керек болады телефондарыңызға. Сосын Telegram. Жабық Telegram арнада бізде топтық чат болады. Барлық авторлар бір топтық чатта отырады. Сол топтық чатта сіз кез келген уақытта сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Барлық сұрақтарыңызға мен өзім жеке жауап беремін. Сабақтың соңына дейін барлық сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Міне, тікелей эфирлер бізде 4 тікелей эфир беріледі. Әр тікелей эфир 3 сағаттан, яғни менен сізге 12 сағат тікелей эфир болады. 3 сағат, кейбір адамдар ойлайды, 3 сағат ол өте көп, не айтасың деп. 3 сағат, білесіз бе, көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді ғой. Осылай қалай сіздер қызығушылықпен мені тыңдап отырсыздар, менің сізге ғылыми дәлелдерге негізделген ақпараттарды айтқан кезде сіз деп 3 сағат 3 минуттай өтеді. Және де сол тікелей эфирлер сақталады. Егер қатыса алмасаңыздар, ештеңе етпейді, сіз ештеңені жіберіп алмайсыздар. Өйткені мен сол тікелей эфирлерді Telegram арнаға жүктеймін. Салют атылып жатыр. Бізде китайский Новый год бітіп жатыр ғой. Күнде осылай салют атылады ғой Малайзияда. Енді соңғы күндері қазір. Бүгін түсте төменде мына драгонның биі бар ғой, сондай болды, дудудуң деп соны қарадық түстен кейін. Міне, сонымен жалғастырайын. Бұл курста сіз өз санаңызды байлыққа бағдарламалау әдістерін үйренесіз. Медитациялар арқылы сіздер шектеуші сенімдерден арыласыздар. Мына мен айтып отырған бағдарламалар бар ғой, сіздің шектеуші сенімдеріңіз, солардың барлығы түбегейлі жоғалады. Мен сізге нақты ақша шақыратын техниканы берем, армандарды лезде орындайтын формуланы берем, дүние жүзінің үздік психологтардың сабақтарын берем, және миллиардерлердің ойлау жүйесін берем сіздерге. Бұл енді сабақ. Нәтижені 7 күннен кейін бастайсыздар, көріп бастайсыздар. Сабаққа және де бағасы 155.555 теңге тұрады. Оның ішіне тағдыр хаты 62 дайын үлгілері кіреді, және молшылық чегі кіреді. Көптеген адамдар маған хабарласады да, Әйгерім ханым, армандарды қалай жазамыз деп. Мен айтам, мен өз тағдырым авторым курсында сіздер мен не жазам, қалай жазам деп бастарыңызды қатырмайсыздар. Мен сіздерге дайын бәрін жазып бердім. 62 үлгі дайын. Сезініп, әр сөйлемді оқыған кезде сіздер сезінесіздер.
Көрдіңіз бе? Сезімнің өзгеруі тағдырдың өзгеруі. Сіз тағдырыңызды өзгерткіңіз келсе, сезімді өзгертулеріңіз керексіздер бірінші. Өзіңізді жақсы сезініп бастауыңыз керексіз да. Қалаған өміріңіз қазірдің өзінде бар сияқты сезінуіңіз керек. Сонда ғана сіз қалаған нәрселерді өміріңізге енді нейрондар, мысалы жылына 4 рет шетелге сапар, немесе айына 10 миллион теңге табыс болса, 10 миллион теңге табыс, 10 күн оқысаңыздар, миыңыздағы нейрондық байланыстар осылай байланысады. Сосын айына 10 миллион теңге табыс, 20 күн оқысаңыздар, тағдыр хаттарыңызды және молшылық чегіңізді таңертең және кешкісін 20 күннің ішінде осылай нейрондық байланыстар бір-бірімен қосылады. Сосын 30 күн оқыған кезде осылай бір-бірімен байланыс қатайғасын, ол сіздің шындығыңызға айналады. Қалай айналады шындығыңызға? Сіздің өміріңізге. Көрдіңіз бе? Сіз тағдыр хатыңызды оқыған кезде, молшылық чегіңізді оқыған кезде медитацияларды тыңдайсыздар ғой. Не үшін медитацияны тыңдайсыздар? Жүйке жүйеңізді тыныштандырасыздар да, сосын сізге түсінік берем. Миыңызды бағдарламалайтын түсінік. Медитациялар арқылы айтып түсіндірем. Соны айтып түсіндірген кезде сіздің миыңызда жаңа нейрондық байланыстар қалыптасып, сіздің өміріңізге барлық үйлесімділіктер келіп бастайды. Адамдар, керек адамдар, мүмкіндіктердің есігі ашылады. Сіз шабыттанған әрекет жасаған кезде, әр шабыттанған әрекет жасағанда сіз ақша ағыны ашылады, ең бастысы. Сосын мен сіздерге ақша шақыратын техниканы берем. Сол техниканы жасыңыз 90-ға келгенше дейін күнде Құдайдың құтты күні жасауыңыз керек боласыздар. Оп-оңай бәрі. Міне. Ақша блоктарынан құтыласыздар, мүлдем құтыласыздар. Өзіңізге молшылықты тартуды үйренесіздер. Бұл тек теория емес, нақты жұмыс істейтін жүйе беремін сіздерге. Егер сіз осы қадамдарды орындасаңыз, 100% нәтиже аласыздар. 7 күннен кейін өміріңіз өзгеріп бастайды. Көз алдыңызда. Жолдасыңызбен қарым-қатынас, балдарыңызбен қарым-қатынас, табыс, кәсіп, қандай да сала болсын өміріңізде, денсаулық, бәрі кіреді ішіне. Бәрі бір пакет болып, бір курстың аты «Мен өз тағдырымның авторымын» деп атадым. Бәрін бір сатамын сіздерге. Сондықтан орындар тез толып жатыр. Сіздер білесіздер, «Мен өз тағдырым авторым» курсы орындары санаулы уақытта сатылып кетеді. Сондықтан егерде қатсам десеңіздер, 16 ақпан күні 12:30-да бастаймыз. Мына стористе немесе актуальныйда байода сілтеме бар, Каспиге 155.555 теңге төлеп, Каспи рассрочка. 6 ай қаласыз ба, 3 ай қаласыз ба, 12 ай қаласыз ба, бағасы 155.555 теңге болады. Егерде Каспи жұмамен алғыңыз келсе, 14 ақпан күні 24 айға Каспи рассрочка болады. Бағасы да оның 155.555 теңге. Алып, түбіртекті менің WhatsApp-ыма жіберіңіздер. Орынды алып қоямын сізге. Орындар санаулы уақытта сатылып кетіп жатыр. Құрметті аудиториям, сондықтан тездетіңіздер, Егерде наличкамен төлейтін болсаңыздар да, бағасы 155.555 теңге тұрады. Сосын мен бөліп төлеу бар деп айтқан кезде, маған 3 адамнан 26 мың келіп тұр маған. Сосын ойлап қоям, 26 мың бағасы, курстың бағасы 155.555 қой десем, олар бөліп төлеу, маған бөліп төлеу деп ойлаған екен. Құрметті аудиториям, рассрочканың қазақшасы бөліп төлеу. Сондықтан мен рассрочка деп айтпайын деп, бөліп төлеу деп айтқаным ғой. Түсінесіздер ме? Бөліп төлеу деген ол Каспи рассрочка, Каспи ред немесе Каспи арқылы. Мен қарызға курсты беру, мен айналыспаймын. Ақшасын төлейсіздер ме? Түбіртекті жіберіңіздер, төлеп. Түбіртекті жіберсеңіздер ғана мен сіздерге орынды алып қоям. Өйткені орындар тез сатылып кетіп жатыр.
Ақша шақыратын тағдыр хаты бар, иә. Ақша шақыратын, ақшамен қарым қатынасты бірінші түзейміз біздер. Өйткені сіздердің ақшамен қарым қатынастарыңыз нашар. Ақшадан қорқасыңдар, немесе ақша жетіспейді деп ойлайсыздар. Сондай көптеген сенімдер бар сізде. Біз сонымен бірге жұмыс жасаймыз бірінші. Ақшаны қарым қатынасты жөндейміз. Сосын ақша шақыратын техниканы берем. Сосын шектеуші ақшаға қатысты блоктарды жою медитациясы бар. Ақшаға қатысты блоктардың барлығы түбегейлі жойылады. Сіздер білетін боларсыздар, егерде нәтижелерді көргілеріңіз келсе, актуальныйда нәтижелер бар, соларды оқып қараңыздар. Көптеген жандар 11 миллион қарызын жапты. Бір айдың ішінде Анар ханым Ақтөбеден осы тікелей эфирлерде бар YouTube арнамда. Бір айдың ішінде 500 мың теңге тауып жүр екен. Мен ұстадырым авторым курсына келіп, ақша блоктарын жойып, 22 күннен кейін 7 миллион теңге тапты ғой. 7 миллион теңге тапты бір айда. Міне, және де Эльмира ханым, ол да мына YouTube арнамда бар, басқа тікелей эфирлерде өзі шығып айтты. Ақша келіп жатыр. Бұрын ақша жоқ деп қорқатын едім, қазір ақша тіпті көп болғаннан қорқып кетіп жатырмын деп айтады да, күліп. Сондықтан бағдарламаны өзгерту керек мынаны. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Тағы да айтайын, құрметті аудиториям, мен курсты қарызға берумен айналыспаймын. Түбіртекті жіберсеңіздер, мен орынды алып қоям, өйткені орындар тез толады. Санаулы уақытта сатылып кетеді орындар. Сондықтан үлгеріңіздер. Рахмет, түсіністікпен қарағандарыңызға. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Қазір өзгеруді бастамасаңыздар, айтып отырмын ғой, мына бағдарламаны қазір өзгертпесеңіздер, 22 күннің ішінде 3 ай өтеді, 1 жыл өтеді, 5 жыл өтеді, 10 жыл өтеді, өмір өзгермейді. Солай қалады. Сондықтан 22 күннің ішінде бұл керемет мүмкіндік. Қазір бастайсыздар 16 ақпан күні. Көктемге таман, наурыздың ортасына дейін сіздің мына ақшаға блоктарыңыздың барлығын жеңіп шығасыздар. Түсіндіңіздер ме? Жазға таман сіздер саяхатқа барып бастайсыздар. Бір топта 1,5 олар 12 желтоқсан күні ма бастаған топ. Сол топтың ішінде 2 автор қазір, біреуі Египетте қыдырып жүр, екіншісі Куала-Лумпурда қыдырып жүр ғой. 1 ай жарымның ішінде, 1 ай жарымның ішінде орындалды армандар. 1 ай 15 күннің ішінде орындалды армандар. Түсінесіздер ме? 1 ай 15 күн. Саудалары жүріп бастады, өткені. Ақша ағыны ашылды. 1 ай 15 күннің ішінде. Сіздерде де жылына 4 рет шетелге сапарды жазған кезде де сіз оны көп күтудің қажеті жоқ. Тек мен айтқандай барлығын бұлжытпай орындасаңыздар, 1-1 жұмыс айтсаңыздар, жасасаңыздар. Сізде де 1 ай жарымнан кейін шетелде жүресіздер. Мөлдір ханымды көрдіңіздер ғой, тікелей эфирге шықты, ол да YouTube арнамда бар. Мөлдір ханым шетелге саяхатты ұтып алды. Оның ұлы 2 аптадан кейін ба, ұлы шетелге сапарды ұтып алды. Қандай тамаша. Айтып отырмын ғой, сіз өз тағдырыңыздың авторысыз. Өзіңіз жасайсыз, саналы түрде, бағдарламаны өзгерту арқылы. Міне, менде де осы бағдарламалардан арылып, қазір қалаған өмірімді сүріп жатырмын.
иә, менің WhatsApp-ыма хабарласыңыздар, егер де толық ақпарат керек болса. Барлық ақпараттар осы видеоның астында бар. Осылай, келгендеріңізге көп рахмет. WhatsApp-ыма хабарласыңыздар, барлық сұрақтарыңыз болса. Күтемін сіздерді. Бәріңізге жақсы демалыс тіледім. Сау болыңыздар.